Сөйлеу тек адамға ғана тән қасиет, ал жануарлар мен құстар тек дыбыстау арқылы ғана бір-біріне хабар береді. Ауызекі сөйлеу бұрын пайда болған. Ол кезде жазу, сызу жоқ болатын. Адамдар ауызекі тілде ғана сөйледі. Ол заманда адамдар ертегі айтты, өлең айтты. Батырлардың ерлігін де ауызша айтып келді. Кейін суреттер сала бастады. Алғашқы суретті тасқа қашады. Адамдар сурет арқылы алғаш рет жазбаша сөйлеуді ойлап тапты. Содан кейін сол суретті таңбалауға кірісті. Кейін таңбадан әріп пайда болды. Алғаш рет теріге жазу жазды. Енді адамдар өз ойын жазбаша жеткізетін жағдайға жетті. Бұдан кітаптар, газеттер, журналдар жарыққа шықты. Баспаханалар салынды. Сөйтіп, жазбаша сөйлеу пайда болды. Ал енді сөйлеу қалай жүзеге асады? Зерттеп көрейік. Сөйлеу адамның дене мүшесіндегі өкпе, тамақ, тіл, тіс және жақтың қимылдауының арқасында жүзеге асады екен. Біз сөйлеп тұрғанда жағымыз бен ауыз қуысындағы тіліміз қозғалыста болып, тамағымыздан дыбыс шығып тұрады. Дыбыстың бәрін ретке келтіріп тұратын құрал тіл. Сондықтан тіл сөйлеудің басты құралы болып саналады. Есіңде сақта, сөйлеу біреумен әңгімелескенде, сұрақ жауап алғанда жүзеге асады. Тіл мен сөйлеу бір-бірімен тығыз байланыста болады. Тіл сөйлеусіз, сөйлеу тілсіз жүзеге аспайды.